Took the supermarket flowers from the windowsill to the tail tea from the cup. Сәлем, сендермен мен Ақнұр. Бүгін мен сендерге универдегі қорытынды апта туралы айтатын боламын. Осы соңғы кезде видео өте аз шықты, оның себебі осы қорытынды апта. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names like hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts, yeah. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me В want общем, мен ұнатып қалдым. Мынаны кисем басқаша да болып қалған. take a picture, make a movie with you that we have to hide. You better lock your phone. Айтқанымдай, бізде сабақтар онлайн болып жатыр, және де қорытындылар да онлайн болды. Мен Қазақ-Британ техникалық университетінде оқимын. Бұл жақта 4-ші апта қорытынды апта болып саналады. Осы аптада бізде тест жұмыстары алынады, бақылау жұмыстары алынады, және де үй тапсырмаларын тапсыруымыз қажет. Біздің алғашқы 4 аптамыз түсініксіз өтті десем болады, себебі біз жаңадан келдік, не істеу қажеттігін әлде толықтай түсінбедік. Одан кейін үй жұмыстары да бізге кеш берілді. Біз 2 аптаның ішінде 4 аптаға берілген үй жұмыстарын орындап үлгеруіміз қажет болды. Сол маған өте қиынға соқты. Менің мамандығым ақпараттық жүйелер, яғни IT. Ол жерде барлық сабақтар алгебрамен байланысты. Бізге қорытынды ретінде 60 есеп берді. Бұл 60 есеп негізінен әр аптаға бөлініп 15 есептен келіп, соңынан болу керек еді, бірақтан біз алдыңғы апталарда ешқандай үй жұмыстарын орындамағандықтан аз уақыттың ішінде сол 60 есепті шығарып үлгеруіміз қажет болды. Өзімді жақсы жағына көрсету үшін барлығын таза етіп жазуға тырыстым. Бір бетті бірнеше рет көшірген кездерім де болды. Мен көп есептерді толықтай түсінбедім. Барлығын басынан бастап оқуым қажет болды. Сондай қиыншылықтар болды. Бірақ бұл 60 есептің барлығы 3 ғана балмен бағаланады. Бізде барлығы 100 балл, соның 3 баллы осы 60 есеп үшін. Қызық, бірақтан осы 3 балл сенің стипендия алуыңа көмектесуі мүмкін. Сондықтан да барлық тапсырмаларды 100%-ға орындауға тырысамын. Бір жағынан сен осы есептердің қалай шығаруын түсінсең, ең басты бақылау жұмысына берілетін 15 баллды алып шығасың. Жақсы тапсырып шықтым деп ойлаймын. Бізде алғашқы тестте 4 тапсырма берілді. Бізде тест емес, бақылау жұмысы ретінде болды. Соның 3 тапсырмасын шығардым деп айтуыма болады. Сондықтан да бұл пәнге мен сенімсіздеумін, бірақ тағы да бір бақылау жұмысы болды. Ол кезде 4-5 есеп берілді. Оның барлығында шығарып үлгердім. Сол пәннен жақсы балл алатыныма сенімдімін. Және де бүгін тағы да бір бақылау жұмыс болады. Маған сәттілік тілеулеріңді сұраймын.
Менің қатты қорыққан осы 4-ші аптам тез өтіп кетті. Қалай болғанын білмей де қалдым. Біздің универдегі онлайн сабақ туралы сұрақтар болса, комментарийға жазсаңдар болады. Мен барлықтарыңа жауап беремін. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we have to hide. You better lock your phone and look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me